Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Биыл президент жасанды интеллект жылын жариялады. Әрине, оның пайдалы тұстары көп, бірақ жасанды интеллекттің зиянды жақтары бар. Бұл туралы біз журналист Нұрлыхан Қалқаманұлымен сөйлесеміз. Нұрлыхан мырза, ол өзінің жалпы жасанды интеллект бойынша материалдар жазады. Көбіне осы тақырыпқа жазбайсыз ба? Жоқ, осы тақырып болғанда, енді алғашқы күннен енді бізде айтуға болады, ChatGPT Қазақстанға пайда болғаннан бастап қолданып келе жатырмын, және енді ең негізгі серверларды күнделікті жұмысыма қолданып, сонымен табыс тауып отырмын деп айтуға болады. Енді қосымша өз кәсібіміз болғаннан кейін кейде өтініштер бойынша, ұсыныстар бойынша газеттерге, басылымдарға мақалаларды беріп қоямыз. Құпия болмаса табысты қалай тауып отырсыз жасанды интеллектпен? Енді сол бұрынғы жұмысымыз ғой, мысалға енді видеолар жасайтын кезде болатын әртүрлі, мысалға былтырғы жылы бізде көптеген видеолар болды, генерация арқылы жасалған. Яғни ол жерде қаншама уақыт үнемделеді, қаншама локацияға ақша үнемдейсіз. Бір жағынан креативке алып келгенде жақсы. Анимациялық бұрын енді 1-2 минуттық анимацияның өз бәленбай миллиондаған ақша тұратын болса, қазір генерациямен алып шығуға болады. Сол тұрғысынан келген кезде өте жақсы. Және уақытқа үнемделеді. Уақытқа өте жақсы. Ресурсқа, уақытқа өте жақсы үнем. Және сіздің айтқыңыз келіп отырған ойды негізі басты мақсат соны жеткізу ғой. Ол жағынан барлығынан өте сәтті алып келе жатыр. Күнделікті сосын жұмысымызға да көмекші құрал, өте жақсы көмекші құрал. Қарапайым енді мысалға мен негізгі бағытым газетчик. Газетпен айналысамыз. Шерхан Мұртазаның бір кем дүниесінде бір әдем бар ғой, естелігі бар. Егемен Қазақстанда жүргенде жалпы газетте қате деген өзі бір сұмырай нәрсе. Қаншама корректорлар отырады, жауапты редактор қарайды, жауапты хатшы қарайды, кезекші редактор қарайды, бірақ соның өзінде ертеңіне газетте қате кетіп қалады. Сол кезде Шер ағаңның бір айтатыны бар, бір ақ тышқан болса ғой дейді, жібере сағанда қате көріп шиқылдап айтып беретін деп. Тура соны қазір жасанды интеллект істеп бере алады. Мысалға бұрын менде осы Теміртау туындысын шығарғанда 2022 жылы көп қиналдық. Өйткені енді бізде бюджет жоқ, керемет энтузиазммен жасап жатырмыз. Ана кісіні попросить етесің, оқып берші деп, мына кісіні өйткені өзің жасаған кезде көрмейсің оны. Автоматом оқып кетеді. Әр нөмір сайын сөйтіп қиналатынбыз. Ол кісілер оқып береді, біреу шала оқиды, бәрібір қате шығады. Ал қазір барлығы дайын болғанға дейін бір рет жасанды интеллект сүзгіден өткізіп шығады, кейін бір өткізіп шығады. Демек, жасанды интеллект грамматикалық, орфографиялық жағынан барлығынан түзетіп береді ғой, қате қалмайды. Бірақ сіз оған сенесіз ба? Қатені кәдімгідей 100% түзете ма? Түзетіп берген кезде, ол жерде мынандай мен промпт жазамыз ғой. Сол кезде егер оған түзетіп бер десең, ол кейде мүлдем басқа жаққа алып кетеді. Сондықтан қатесін тауып көрсетіп бер деп промпт жазасыз да. Сол кезде мысалға мына жерде А деген әріп түсіп қалған сияқты, мына жерде үтір болу керек еді, мына жерде немесе мына сөйлеміңіздің стилистикасы келмей тұр, оның орнына былай жазса қалай болады деген ұсынысын береді. Әрі қарай сіз оны қолмен өзіңіз керегіне келтіріп аласыз. Демек 100% көмектеспейді ғой жасанды интеллект. 100% көмектеспейді, бірақ тірі адамға қарағанда жақсы көбіне. Жылдам. Тірі адамға қарағанда жылдам. Мысалға бұрын 2 сағат кететін болса, 1 сағаттың ішінде істеп береді. Екінші жағы бар, тағы да мысалға енді сізбен біз сұхбат құрып отырмыз. Енді осыны менде идея былай болған әу баста. Бізде тоже Теміртауда өзімде студия бар. Подкаст ретінде түсіреміз, жариялаймыз, және оны газетке сұхбат қылып шығарамыз. Оны тыңдап, жаңағы микрофонды қойып аласыз, диктофонды қайта-қайта тоқтатып, ана сөзін бәрін жазып отыратын едік қой. Қазір оны автоматты түрде сізге мәтінге айналдырып береді. Және ол жердегі қателерді екінші жасанды интеллект жүйелеп түзетіп береді. Үшіншісі сізге дайынды ұсынады. Бұл қандай бағдарламалар бойынша жасалады? Voice деген бар, жаңағы мәтінді неге айналдыру, аудионы мәтінге айналдыру. Әрі қарай жаңа ChatGPT немесе Gemini, бірақ Gemini'дің тілі жақсы. Gemini енді ол Google-мен тікелей жұмыс. Қазақ тілі бар ғой ішінде. Барлығында бар, Gemini'дің қазақ тілі ChatGPT-ге қарағанда жақсырақ. Енді былай айтуға болады, газет тіліне деп. ChatGPT күнделікті біздің қазіргі қазақ тілі болса, ал Gemini'ға сіз мынау әдеби стилде жазып бер, немесе соған сай көркемдеп бер десең, және оған задание беруге болады да. Мысалы, Егемен Қазақстанның стилінде, орталықтың стилінде жазып бер десең, ол сол жақта аналитика жасап, соған сай қылып өңдеп бере алады. Әрі қарай сен как журналист емес, как редактор ретінде оны
жүйеге келтіріп алуыңа болады. Өйткені енді ондайды бізде 2013 жылдар қателесіп айтамын. Мен алғаш журналистикаға келіп оқуға түсіп жүргенде орыс журналистерде бұрыннан болатын ғой ол. Диктофонды қойып қояды, ана аудио өзі генерация жасалып отыратын. А бізде қазақ тілінде ондай жоқтың, енді келіп жатыр және өте жақсы. Қаншама уақыт үнемделеді, одан да теріп отырмайсыз бүкіл дүниені. Енді өзіңіз алған сұхбат болғаннан кейін не айтылғанын білесіз, не керегін білесіз. Жақсы, міне сіз бар журналистика жағынан болсын, медицина жағынан болсын, басқа да инженерлік технологияларға, әрине жасанды интеллектті пайдаланған дұрыс. Ол жаңа өзіңіз айтпақшы уақытты үнемдейді және де креативті түрде жақсы бір жоба жасап береді ғой енді. Бірақ енді қазіргі заманда, қазіргі кезде бұл жасанды интеллекттен зиян шегіп отырғандар да бар. Мысалы, алаяқтықты айтсақ, Енді алаяқтықта жалпы жасанды интеллект болмай тұрып та алданды ғой өзі. Өте адамдардың, былай ойлап тұрсаң, психологиясы нәзік па, болмайтын нәрсеге алданып қалады. Бұл жерде енді жасанды интеллекттің пайда болуы ол қауіпті күшейтті. Себебі қазір жай ғана адамның суреті қолыңа жетсе болды, сапасыз сурет болса да, сен оның түрін айнытпай келтіріп видеосын жасап аласың, сен оның дауыс ырғағына сал генерациямен кәдімгі видеода звонокпен хабарласатындай деңгейге жетіп қойды. Сондықтан енді адамдардың өзіне де сауаттылық керек. Оны қалай айыра біле аламыз? Оны жасанды интеллекттен жасалған ба, әлде дәл түп нұсқада жасалған дүние ме? Қандай бір бағдарламалар арқылы? Жалпы негізі сайттар бар. Мен сізге нақты қазір атын айтып бере алмаймын. Жалпы арнайы сайттар бар. Тіпті ол жасанды интеллект, ол бұрыннан бартын. Факт-чекингке арналған ғой. Мысалға бір сурет келді сізге, сіз оны жаңағы бағдарламаға жүктейсіз, ол сізге қай жерде түсірілді фото, соңғы рет қандай редакторлармен өңделді, фотошоптың қай версиясымен өңделді, немесе пайнтпен ашылды ма, редакторлардың барлығын көрсетіп береді. Сол сияқты мысалы генерация жасалған болса, мысалы мынау ChatGPT-дің өнімі болуы мүмкін, мынау Gemini-дікі болуы мүмкін деген сияқты генерацияның да түрлерін көрсетіп береді. Одан бөлек енді жалпы видеода болсын, жаңа жасанды интеллект жасап берген фотода болсын, бәрібір адамның жүзінде, бейнесінде бір жансыздық мүлдем байқалады. Көзде әсіресе. Көзде, бір қатқыл нелер байқалады. Енді дауыста ырғағы келіп тұрмайды деген сияқты эмоция болмайды. Белгілі дауыстан білуге болады. Бірақ дауыстың өзінде енді орыс тілінде, қазақ тіліндегілері әлі білінеді. Бірақ кейбір орыс тілді дауыстарда... Мен сізге айтайын, орыс тілінде де мен жасанды интеллектпен жасалған роликтерді көріп жүрмін. Рас керек, ол жасанды интеллекттің бір интонациясы бар бір өзімнен. Ол білініп тұрады. DID-дің платный нұсқасында мен өткенде көрдім, бірақ ақшамды аядым, эксперимент жасап көргім келді. Дауысты жаңағы бізде не бар ғой, пульт. Мысалы, музыканттарда микшермен ән айтқан кезде өңдейтін. Сол сияқты функция қосылды онда. Яғни жасанды интеллектке мәтін бересіз, сол оқиды, сосын интонацияларын қосымша істеуге болады. Яғни енді біраз уақытта ол дауысқа да айыра алмайтындай болып қаласыз. Бірақ түптің түбіне келген кезде енді қазір заңнама күшейіп жатыр. Өткенде енгізіледі деп жатты ғой, жаңа жасанды интеллектпен дайындалған өнім болса, бұл жасанды интеллект әзірленді деп таңба қою керек. Әлеуметтік желілерде Facebook'та болсын, Instagram'да болсын, ол қазірден бар. Егер контентіңіз жасанды интеллект көмегімен генерация болса, оны сделано с ИИ деген функциямен көрсетіп қоюыңыз керек. Мысалы, әлеуметтік желілерде байқап отырсам, енді көбіне әйел адамдар ғой, жасанды интеллект әлемінде жүрді, кәдімгідей мониторинг жасап қарасам бір рет. Кәдімгідей барлық суреттері жасанды интеллектпен жасалған, өзінде бір әлемде жүрді. Енді бұл қалай ойлайсыз? Бұл психологиялық тұрғыдан да жасанды интеллект, менің ойымша... Бұл да жасанды интеллекттен деп ойламаймын, себебі ол бұрыннан бартын. Бұрынғы фотошоптың кезінен бартын, сосын Сайдалина синдромы деген болды ғой деймін, жаңа болмасам Facebook алғаш дамып жүрген кезде. Яғни бір керемет бәріне үлгеретін әйелдің образы, посттары жаңағы таңертең балаларын апарып келеді, садикке тамағын істейді, күнде таңертең отбасында завтрак дайындап жүреді, бәріне үлгеріп жүретін адамның образы, кейін бірақ танитын адамдар мүлдем басқа жағынан алып келді. Оның тек әлеуметтік желіде жасалған суреттердің бәрі монтажбен жасалған? Жоқ, монтаж болғанда ол күнделікті жазып жүрген посты әлеуметтік желіге өзін таныстыратын өмірі мүлдем басқа да. Енді барлығы керемет ұқыпты, керемет реалда басқа. Реалда мүлдем басқа адам.
И анау шығарған кезде бір жағынан адамдар таңғалып қалды, ана кісінің өзі де мүлдем жаңа желіден жоғалып кетті де, блогер болып. Байқасаңыз, қазір қоғамда сондай адамдардың Бірақ саны көбейіп барады. Иә. Яғни өз иллюзияларын құрып алған, фотомен болсын жасанды. Енді оған тем более жасанды интеллект өте жақсы көмектеседі енді ол жағынан келген кезде. Және анау бір жабылмай қалған гештальты дейді, бұрын енді фотошопты білу керектін. Фотошопты екінің бірі меңгере алмайды, сондықтан бір білімі бар енді немесе бір ақшасы бар адамдар ғана сөйтіп өзінің фотосын өңдеп қоятын ғой. Мына жерде телефонмен жатып промпт сауатты жаза алса болды. Тіпті кейде ненің өзі жасанды интеллекттің өзіне задание беруге болады да, мысалы маған осындай деп промпт жазып берші сауатты деп, сонымен әрі қарай өңдеп алып жүремін. Жасанды интеллектті бағана сізге айтып едім ғой, алаяқтар көп пайдаланып жүр қазір. Қай жағын дауысынан болсын, суретпен болсын, басқа біреу таныстырып, кәдімгідей видео жасау болсын арқылы адамдарды алдап жүр. Енді өзіңіздің ойынша қазір бізде құқық қорғау органдары, жалпы киберполиция қабілеттері жетеді деп ойлайсыз ба? Бізде мынандай не бар ғой, жалпы кәсіпте, бизнесте жүрген кісілердің үнемі жақсы қолданатын дүниесі бар. Егер жаңағы орысша айтқанда, если перемены вам не нравятся, вы не должны останавливать, а надо возглавить перемены деген сияқты. Жалпы жасанды интеллектпен күресу үшін де жасанды интеллект керек. Иә. Қазір бірақ оған полицияны оқыту керек сияқты. Полиция департаментінің осы жасанды интеллект айналысып отқан киберполдың бөлімінде болдым. Бір күн солардың жұмысымен танысып шыққанда, маған олардың бағдарламасы ұнады. Яғни онлайнда бақылап отыруға болады, жаңағындай күдікті звоноктардың қайда барды, немесе күдікті қаржы аударымдары бар ғой, біреуден 500 мың миллион аударылуы мүмкін, и оларға да және сол банкке де, банкпен байланысты. Яғни дер кезінде тоқтатып, ақшаның кімнің шотына барды, қайда кетіп жатыр көре алады. Енді соған мүмкін жасанды интеллектті қосу керек шығар, енді бірақ ол адам функциясы қазір істеп отырған. Яғни полициялар, ана жақта операторлар үнемі қадағалап отырады, кейде үлгермей қалып жатады, кейде басқа факторлар болып жатады деген сияқты. Сосын тағы да бір бағдарлама бар, енді ол тоже үкіметтік органдар қолданады, бізде Қарағанды облысында да болу керек. Жалпы кім не жазып жатыр, кілт сөздермен қарап отыруға болады, бірақ олар негатив анықтауға қолданады. Осы былтыр медиа форумда Астана қаласында сол компанияның өзі таныстырды. Яғни Қарағанды облысы деп жазасың, не керек? Қарағанды бойынша позитив, негатив. Негатив десең, кім, қандай Қарағандыда болсын, Москвада болсын, басқа жақта Қарағанды туралы қандай негатив мақала шығып жатыр, қандай негатив пост жазылып жатыр, соның бәрін алдыңа алып келіп береді. Және оған жасанды интеллект енгізіп қойған, не деп жауап беруге болады, соны ұсынады. Мысалға біреу Қарағандының жолы жаман десе, анау анализ жасап келеді да, негіз биыл жөнделейін деп жатыр, оған осындай миллион ақша бөлініп жатыр деген сияқты. Мүмкін жаңағы алаяқтықпен күреске де осындай бірдеңе келетін шығар деп ойлаймын түбінде. Күмәнді операцияларды өзі автоматты түрде блоктайтын, өзі тоқтатып отыратын деген сияқты. Енді бәрі жылдам болып жатыр ғой. Жасанды интеллект балаларға қандай әсерін берді? Өте дұрыс емес. Жалпы өткенде жаңалықтар лентасында жүрді, балаларға 16 жасқа дейін тыйым салу керек па, әлеуметтік желіде қолдану деген сияқты. Негізі шынымен де мектеп оқушыларының барлығы қазір ChatGPT-ға жатып алған. Ол жақсы, егер сен оны көмекші ретінде, құрал ретінде қолдансаң, бірақ сен үнемі соған арқа сүйеп алсаң, ол ой өрісің дамымайды, әрі қарай кішкене жетіле алмайсың. Және қазіргі қоғам бізде кітап оқымайтындардың қатары артып келе жатқан қоғам. Мұндай жағдайда өте қауіпті деп ойлаймын. Өйткені былтыр біз енді талдау мектебінде оқыдық. Сол кезде Мәулен Әшімбаевтың сөзі бар, егер күніне 200 бет кәсіби әдеби кітапты оқымасаңдар, мен сендермен енді аналитик ретінде қалай әңгімелесем деген енді әзіл форматындағы ғой, бірақ күніне кемінде ұсыныс, ол кісінің ұсынысы 200 бет кәсіби әдебиетті оқып отырыңдар деп. 200 бет тұрмақ, күні тұрмақ, енді айына тіпті жылына 2 бет кітап оқымайтын балалар өте көп қазір. Енді мен оқушылармен де Теміртау бойынша мектептермен, колледждермен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеймін. Бір мектепте бір бала табылса қуанасың, кітап оқып жүретін, хотя бы енді кәсіби болмаса да көркем әдебиетті оқып жүретін, қызығатын. Ол жағынан азайып келе жатыр. Оның үстіне жасанды интеллект келсе, бүкіл сабағын, тапсырмасын сол орындап беріп отырса, тіптен қиын бұл. Міне қараңызшы, президент биылғы жылды жасанды интеллект жылы деп жариялады ғой. Бірақ бұл жерде жаңадан біз көтеріліп кеткен мәселелер байқалса деймін, назарға алса деймін, жақсы, ол технология, қажетті дүниелерге, істерге пайдаланылсын, бірақ
мына теріс жақтарына қатысты бір қандай да бір талап па, немесе бір ереже ма, немесе бір тоқтау ма, бірдеме жасау керек сияқты. Қалай ойлайсыз? Иә, солай істеу керек. Жалпы бізде енді науқаншылдық деген нәрсеге салынбау керек. Кейде жасанды интеллект деп, жылы деп бір тым пайдасы жоқ. Тек қана жаңағындай әйтеуір для галочки дейді, немесе науқаншылық сол жылдың аясында істеліп жатыр деген жұмыстар ғана көрсетіліп қалады да. Шын мәнісінде жаңа заң жобасын мүмкін күшейту керек шығар, тағы да күшейте түсу керек шығар. Оның ішінде балаларды қорғау, немесе балаларды осы жасанды интеллект көмегімен қызықтыру деген сияқты, оқуға, кітапқа, білімге, осы жақтарын қарауға. Енді көп нәрсе істелетін шығар деген үмітіміз бар. Неғұрлым алаулатпай, жалаулатпай. Енді жалпы мынау тілдік мәселеге келген кезде де айналып келгенде бірнеше азаматтың еңбегі ғой. Жалпы біз енді қазақ тілді интернет сегмент алғашқы кезде өте нашар дамып келді. Бірақ жасанды интеллектте бірден алдыңғы орынға шықты. Тіпті өткенде қырғыз ағайындардың ренжігені бар ғой. Балаларымыз қазақша сөйлеп кететін болды. Өйткені ChatGPT-ға олар қырғызша жазады, ол қатемен жазған қазақша екен деп ойлап, қазақша жауап береді ол жақта деп. Расымен сөйтеді екен, оны тексеріп көрдім. Бәлкім ChatGPT-да қырғызша тіл жоқ шығар? Жоқ, қырғыз тілі бар, бірақ көбіне шатысып кетеді. Өйткені өте ұқсас тілдер ғой, және қазақ тілді нелер басым ол жақта. Жаңа токендер дейді. Қазақ тілінде ақпарат көбірек болғаннан кейін кейбір қырғызша таба алмаған, түсінбей қалған нәрсесін қазақша іздейді, қазақша ұсынып кетеді деген сияқты. Осы жағынан келгенде тілдік тұрғыдан өте жақсы жұмыс істеді, және тілдің жойылып кетуіне де қарсы жақсы құрал деп айтуға болады. Енді бір қазір тіл мәселесі бізде өте нәзік тақырыптардың бірі, бірақ мынандай қарқынмен келе жатса, енді бір 2-3 жылдың көлемінде деп айтуға болады. Мүлдем тіл туралы проблеманың өзі болмау керек негізі. Себебі аударма тұрғысынан да жақсы. Енді менің жаңа айтып өткен нәрсемде ауылда өстік, орыс тілін мен өте нашар білемін. Енді орысша еркін сөйлейтін деңгейге жеттік қазір, оратор болмаса да, бірақ орысша жазуым өте қиын, ал кәсібім, жұмысым үнемі орыс тілді адамдармен. Бұрын мен анау бірінші Яндекске жазып, тексеріп қиналатын, қазір рахат. Тіпті ол арнайы функция емес, мен телефонның өзіндегі смартфон, қазір Samsung-тарға кіргізілді ғой. Хат жазып болғаннан кейін тексеруді басасың, өзі келтіріп жүйелеп береді. Ол тұрғыдан да жақсы, бірақ енді орыс тілінің грамматикасы мүлдем оқымай кеттік одан кейін. Балаларға айтып отырған нәрсе сияқты, қазір ол не, қалай уже қызық емес. Жасанды интеллект министрлігі құрылды ғой. Енді соның функциясы қалай болады? Жасанды интеллект министрлігі Мун болу керек, жаңа Дмитрий Мун ғой деймін, вице-министр жаңылмасам, енді ол кісілермен былтыр дәріс істерінде болдық Астана қаласында. Жалпы атқаратын миссиясы өте үлкен. Бізде енді инновациялық министрлікте болды. Мысалға болған кезде бізде қаншама мемлекеттік серверлер бар, қаншама мемлекеттік атқарылатын жаңа суперкомпьютер деген бағдарламалар бар, жүзеге асырылып жатқан. Енді оның барлығында тұтас министрлік қызметкерлері елдегі ең білімді, ең мықты деген IT мамандар, жаңағы білікті кадрларды жинақтап, сол мемлекеттің қажеттілігі бағытында жұмыс істетіп отыр ғой. Одан бөлек осы біз енді қазір қолданып жүргеніміз көбіне шетелдік серверлер. Неге енді отандық өндіріс өнімді алып шықпасқа, біз енді Қазақстанда қызмет көрсету сектор жағынан IT мамандар көбіне жоғары деңгейде жүр. Мына жасанды интеллект бойынша біздің отандық бағдарламалар бар ма? Жасанды интеллект әлі шықпады ма? Жасанды интеллектпен бар, бірнеше нелерін көргенмен, танысқан, бірақ өзіме аса ұнай қоймады, және енді бір уақытта болмады олармен толық танысып, бір қолданып көруге, және еркін қолданыста бар ма жоқ па, онысына да қарамадық. Не бойынша мынау былтыр кімнің Дмитрий Мунның дәрісінде болдық, сол кезде ол кісі мынандай бағдарлама жасадық деп айтқан болатын, суперкомпьютерлік желісі, мынау әрбір мемлекеттік мекемелердің арасындағы қарым-қатынасты файл обменник дейді ғой, жүйелеу. Сосын мысалға ЖКХ-ның жасап отқан жұмысын, олардың анализ жасап беретін деген сияқты ортақ бір құрылым жасап жатырмыз, бір эксперименттік тұрғыда жүзеге асырылады деп. Бірақ енді оған уақыттың ыңғайы келмеді. Бізде кейбір осы талдау мектебінде оқыған мамандар қызығып, айналысып көріп жатты, бірақ мен тікелей араласқан жоқпын ол жұмыстарға. Сол сияқты жалпы бізде енді суперкомпьютер идеясын жұмыс істетіп жатыр, мүмкін сәтті болып кетеді. Себебі неде бар. Енді сіз де журналистикада жассыз ғой, білесіз, 2016 жылдары болу керек, Жақып Қажыманович Асанов неге келді ғой, бас ген прокурор болып келгенде, жалпы прокуратура саласында үлкен өзгерістер болды.
сол кезде жаңағы цифрлық технологиялар енгізіле бастады. Бұрынғы мынау МВД-да, ішкі істер министрлігінде тергеушілер бұрын папка болып жүретін болса, қазір РДР жасайды, барлығын онлайнға жүктейді. Сол кезде қылмыстың көлемі бірнеше есеге азайып кеткен болатын. Оны сол жасап шыққан жігіттер қазір көбіне жасанды министрлікте жүрген азаматтар, сол кездегі жас балалар, студенттер сол серверде жасап шыққан. Енді бүгінде білікті маманға айналып шықты деген сияқты ғой. Бәрібір ештеңеден қаша алмаймыз, әр нәрсе жаман емес, жақсы жағы да бар. Тек тиімді, пайдалы пайдалана алсақ. Дұрыс пайдалана білу керек тек. Мысалы үшін бір құралды алдық, оны пайдалана білу керек. Телефонның өзі сол ғой, телефонды дұрыс пайдалансаңыз, онымен керемет көп ақша табуға болады. Өте көп дүние жасауға болады. Айтпаса жай ғана оқып, кино көріп, тиктокта отырсаң, ол да болады. Өзіңе байланысты, өзің қалай қолдану соған байланысты. Нұрлыхан Қалқаманұлы, келгеніңізге көп рахмет. Жаңа жылдарыңызбен аман сау болайық.